Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Айша бибі орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Утебаева Гүлнұр Балқыбекқызы. Саламатсыздар ма балалар? Суретте не көріп тұрсыздар? Сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тарихи және мәдени ескерткіштер. Зерттеу сұрақтары: Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер қандай түрлерге бөлінеді? Тарихи-мәдени ескерткіштер дала өркениетінің ерекшелігін қалай сипаттайды? Оқу мақсаттары: дала өркениетінің белгілі тарихи және мәдени ескерткіштерін зерттеу, типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тарихи және мәдени ескерткіштерді классификациялау. Дала өркениеті түркі тектес халықтардың, соның ішінде қазақтардың, материалдық және рухани құндылықтарының даму сатысы. Кез келген ұлттың өркениеттілігі мен мәдени білімділігі сол елдің тәуелсіздігінің аясында өрбиді. Өткенін бағалай білмеген келешегін де қадірлей алмайды. Балалар, тарихи-мәдени ескерткіштер үшке бөлінеді. Қала құрылысы мен сәулет ескерткіштері, тарихи орталықтар, қалалар мен басқа да елді мекендердің ежелгі жоспарлануы, құрылысының қалдықтары, археология ескерткіштері, тұрақтар, қалашықтар, қорғандар, ансамбльдер. Қазақстан аумағында көптеген тарихи мәдени ескерткіштер бар. Солармен қазір бір қатармен танысып өтейік сіздермен бірге. Республика аумағында негізінен 25 мыңнан астам тарихи ескерткіштер бар. Астана қаласы тарихи мәдени орталықтарда кем емес. Сонымен қатар негізгі орталықтар бойынша тоқталатын болсақ, ол біздің негізгі бірінші Қазақстанның Шығыс Қазақстан аймағы. Шығыс Қазақстанда Абай мен Шәкәрімнің Қозы көрпеш баян сұлу кесенесі орналасқан. Ал Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағына келетін болсақ, бізде әйгілі Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан. Тараз қаласында Айша бибі мазары орналасса, және Алматы маңында өзіміз білетін Есік қорғаны табылған. Және мынау тұрған Қызылорда облысында Қорқыт атаның кесенесі орналасқан. Сонымен қатар республика аумағының орталық Қазақстанда Жошы ханның мазары орналасқан, және солтүстік Қазақстан Бурабайда Абылай хан мен Кенесары ханның ордалары орналасқан. Сонымен қатар Сырымбет өлкесі қазақтың тұңғыш этнограф ғалымы Шоқан Уәлихановтың туған жер болып саналады. Ал республикамыздың батыс аймағында, батыс Қазақстанда Сарайшық қаласының негізгі қалдықтары орналасқан. Сонымен қатар осы аймақта Қасым ханның бейіті орналасқан. Жалпы Қазақстан жері тарихи ескерткіштерден кенде емес, бірақ оларды ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырып, дәстүрлі жаңалығын тоқтатпай сақтау, бұл әрине болашақ жас ұрпақтың қолында. Балалар, кескін картаға Қазақстанның ескерткіштердің орналасқан жерлерін көрсетіңдер. Қазақстанда 1992 жылы 2 шілдеде тарих және мәдени мұра ескерткіштерін қорғау мен пайдалану туралы заң қабылданды. Заңның мақсаты тарихи-мәдени мұра объектілерін айқындау, тарихи-мәдени мұра объектілерінің мәртебесін бекіту. 1994 жылы Қазақстан Республикасы дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау конвенциясына қосылды. 1998 жылы 10 объект ЮНЕСКО-ның дүниежүзі мұралар тізіміне ұсынылды. 1982 жылы 18 сәуір ЮНЕСКО-ның халықаралық кеңесі ассамблеясының шешімімен халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні болып бекітілді. Балалар, берілген мына мәтінді асықпай оқып шығамыз. Мәтінмен танысып болсақ, мына сұрақтарға жауап береміз. 2004 жылы елбасымыз мәдени мұра бағдарламасын іс жүзіне асырды. Бағдарламаның басты мақсаты еліміздің тарихи-мәдени мұраларын зерттеу. Бағдарлама аясында Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыс кесенесі сәтті аяқталды. Бұл бағдарлама елбасының 2017 жылғы 12 сәуірдегі болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында өз жалғасын тапты. Оқулықты пайдаланып берілген тақырыптың біреуін таңдап постер жасаймыз.
Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау, оны сақтау әр азаматтың борышы. Балалар, мына кестені толтыра отырып сабағымызды қорытындылаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.